Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен пиццаның қамырын жасаймыз. 300 грамм жылы суға 1 кішкентай қасық тұз, 2 шай қасық қант, 2 шай қасық ашытқы салып жақсылап араластыруымыз қажет. Араластырдық, енді оның бетін салафанмен немесе крышкамен жауып 15 минут қойып қоямыз. Оған дейін пиццаның салмасын дайындап қояйық. Менде колбаса, қызанақ, сыр. Колбасаны кубик қылып турап алдым. Сырды үккіштің үлкен жағынан өткізіп қоямын. Ал қызанақты дөңгелектеп турап қойдым. Пиццаның салмасына үйден не бар, салсаңыздар болады, қалауларыңызша. Салмасы дайын, енді қамырына көшейік. 15 минут қойғанбыз, міне осындай болды. Үстіне жарты стакан сұйық май қостым, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ақырындап ұнды салып отырамыз. Ұнды көп салудың қажеті жоқ. Көз мөлшерімен тексеріп отырып салып, қамыр илейтін боламыз. Болған соң бетін жауып, қамырымызды 1 сағатқа қоямыз. Көтерілуі керек. 1 сағат уақыт өтті, қамырды тағы илеп жібереміз. Осы қамырымыздан 2 пицца шығады, 2-ге бөлдім. Ұн сеуіп қамырымды илеп жіберіп, оқтаумен жұп-жұқа қылып жаямыз. Енді табаға пергамент қағазын төсеп, үстіне жаямыз. Кетчуп пен майонезді араластырып аламыз. Қамырдың үстіне жағамыз. Дайындап қойған салмамызды кезекпен кезек қойып шығамыз. Колбаса мен қызанақты орналастырып болған соң, қызған пеште 170 градуста 20 минут пісіреміз. 20 минуттан кейін пештен алып, үстіне үккіштен өткізген сырды үстіне сеуіп шығамыз да, тағы да 5 минутқа пешке жібереміз. Себебі сырымыз езіліп, плавленный болып шығуы керек. Мінекей 5 минут өтті, пиццамыз дайын, кесіп көрсетейін. Түскі асқа немесе кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Өте дәмді болып шықты. Ас болсын, сау болыңыздар.